Қайырлы күн достар, бүгін осындай ерекше тағам жасайтын боламыз. Алдымен подписаться басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мінекей алдымен картошкамызды алдын ала қайнатып алдым мен. Картошкамызды жақсылап езіп аламыз. Мінекей осылай барлығын жақсылап езіп алған соң, үйде айран бола ма, сүт бола ма, ашыған сүт болса да болады, ашыған айран болса да болады. Мінекей мен айран құйдым. Айранды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей. Жақсылап араластырып, бір жұмыртқаны салып жібереміз. Достар, менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей бір қасық дәу қасықпен бір қасық құмшекер, кішкене қасықпен бір қасық дрожж, кішкене ғана жарты қасық тұз саламыз. Өте дәмді болып шығады. Бізде балаларымыз өте жақсы көреді. Осыны жиі жасап беретін боламын. Мінекей, ұнымызды салдық. Енді осыдан қамыр жасайтын боламыз. Мінекей, қолмен араластырамыз. Мінекей, тағы да ұн салып, зуала жасайтын боламыз. Осылай жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Мінекей, ішіне сала салайын. Мінекей, бір 20 минут қойып қоямыз. 20 минуттан кейін ашыған соң пісіретін боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. 20 минут тұрып ашыды. Енді осыны бөлектерге бөліп, котлет құсатып, бөлектерге бөліп аламыз. Мінекей, кішкене бөліп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерді жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деп сенімдемін. Осылай барлығын бөлшектерге бөліп аламыз. Мінекей, майымызды отқа қойып қойдық. Қызып тұрған майымызға пісіріп алатын боламыз. Осылай басып пісіретін боламыз. Мінекей, осылай екі жағын аударып пісірдік. Ас болсын. Ұнаса лайк